Қайырлы күн достар, сіздермен осындай сүтсіз күшті болып жасалатын ажурный блинчиктің рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сүт болмай қалған жағдайда керемет шығады. Шайға дайындап алсаңыздар да болады. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге 2 жұмыртқа керек болады. 3 ас қасық шекер аламыз. Осылай араластырамыз венчиктің көмегімен. Үш ас қасық сұйық май керек болады. Иісі болмаса тек жақсысынан алыңыздар. Бөлме температурасындағы тұрған 250 грамм суымызды құямыз. Жүз 80 грамм алдын ала електен өткізілген ұнымызды аламыз да 2-3 бөліп саламыз. Бірден салып жібермеңіздер, өйткені түйір болып қалса қиындық тудырады. Осылай жаймендеп венчикпен былғай бересіздер. Тез осылай қолыңызбен венчикпен былғайсыздар. Бізге жұмыс жасауымызға да ыңғайлы болады, сонда бөліп салсаңыздар. «250 грамм қатты қайнап тұрған суымызға 1 шай қасық содамыз саламыз. Ас содасын көріп тұрғандарыңыздай осындай бізде реакция береді. Толтырмай салыңыздар, өйткені ас соданың дәмі шығып кетеді. Осылай құйып тұрып суымызды араластыра бересіздер. Видеоға түспей қалған, бірақ осылай жаймендеп құйып былғай бересіздер. Блинымызды алдын ала блиницамызды я болмаса табамызды осылай газдың үстінде қыздырамыз. Басында кішкене май жағып, бірінші пісіргесін май жағасыздар, сұйық маймен. Көп шылқытып жүрмеңіздер, тек басында жағасыздар, сосын қалған одан кейін жақпайсыздар. 1-2 пісіргеннен кейін. Мен қызартып алдым, өздеріңіз қалауларыңыз ашықта болып алам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Осындай күшті бізде кәдімгідей тесік болып піседі. Керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Кейде бір андай шайға дым болмай қалған кезде осылай пісіріп жасап алсаңыздар болады. Сүт болмай қалған жағдайда осылай пісіре береміз. Аударып жасай бересіздер. Уже шетінен пісіріп жатқанда уже балдарды алып кетіп жатыр. Сабақтан келген уақыттары мама қарнымыз ашты деп. Осындай бізде көріп тұрғандарыңыздай күшті тесік болып шығады. Осылай пісіріп аудара бересіздер. Мендегі диаметр 26-лық, кішкентай жасасаңыздар да болады. 24-26 болғанда 10-15 штуктай шығады. Если кішкентай алып жасаймын десеңіздер, бір шама шығады, шағындау қылып. Менікі үлкендеу болып кетті.
осылай біздің блинчиктерімізді пісіре береміз шет-шетінен. Осылай жасай бересіздер. Бір жері жақсы, бұл блинчиктің ешқандай капризный емес. Тез жасап шайға ала бересіздер, тек дайындап. Блинчиктеріміз дайын болды. Кез келген сүзбе, тосап, неше түрлі солармен салмасын салсаңыздар да болады. Мен былай тек жай ғана орай салдым да. Біздер тосаппен жедік. Малинаның қаймақ ортасына сүзбе, тосап, неше түрлі жасай берсеңіздер болады салмасына. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып. Ас болсын, сау болыңыздар.